Бәріне сәлем, сіздермен Анель, сіздерді көрген үшін өте қатты қуаныштымын. Жаңадан келген оқырмандарым, қош келдіңіздер. Өзім туралы шамалы айтып өтсем, мен сайттар мен бизнес бойынша эксперт боламын. Осы салада жүргеніме қазіргі таңда 2 жыл. Және де инста парақшама жазылып қойыңыздар. Инста парақшамда өте көп бизнес идеялар және де онлайн бизнесқа байланысты материалдар бар, көріп таныса аласыздар. Ал енді бізде бүгінгі тақырып 2023-2024 жылдары қыс айларында хит болатын бизнес идеялар. Ал ендеше кеттік. Бірінші бизнес идея қазіргі таңда хит болып жатқан проекторлар. Бұл проекторларды қалай пайдаланамыз десеңіздер, қазіргі таңда күн суықтады, адамдар үйінен шыққысы келмейді, байқағанымыздай. Осындай проекторларды Қытай сайтынан алып, бағасы бар жоғы осындай суммада Қазақстанға келіп, өзіңіздің онлайн магазиніңіз арқылы прокатқа берсеңіз болады, немесе сатылымға да қойсаңыз болады. Бұлардың көрсеткіші өте жоғары және сапасы да жоғары. Қазақстанда қазіргі таңда маркетплейста осындай суммада тұрады, ал сіз бар болғаны осындай суммаға арендаға беріп, бір айдың ішінде осының ақшасын 5-6 есеге ақтап ала аласыздар. Ең бастысы сіздерде бұл жерде көмекке келетін Reels және TikTok алгоритмін дұрыс пайдаланып, әртүрлі видеолар жасасаңыздар, бұл товар міндетті түрде өтетін болады. Екінші бизнес идея брендовый кроссовкалар. Қазіргі таңда байқасаңыздар, Қазақстанда кроссовкалардың бағасы шарықтап тұр, ал Poison сайтында оригинал кроссовкалардың бағасы өте төменгі деңгейде, яғни үнемі скидкалар болады. Сол үшін де алдын ала, яғни дропшиппинг әдісін қолдану арқылы осындай кроссовкаларға әртүрлі заказдар жинап, Poison сайтынан прямой заказ бере аласыздар. Үшінші подбренд товарлар. Подбренд товарлар деп отырғанымыз, яғни осындай подбренд бас киімдер, подбренд аксессуарлар және подбренд шарфиктер қазіргі таңда қыста хит болады. Себебі осындай бас киімдер қазірдің өзінде магазиндерде жаймеңдеп шығуда, ал қысқа қарай продажасы жоғарылайды. Ал сіз солардың ең алғашқылары болып, осындай подбренд бас киімдерді өзінің упаковкасымен сатсаңыз, өте жақсы оборотқа шығуға болады. Себебі қазіргі таңда бұндай бас киімдер сұраныста. Қытай сайтындағы бағасы бар жоғы осындай теңге, ал Қазақстанда осындай суммаға сата аласыздар. Сонымен қатар бұларды да сату үшін біз TikTok, Reels және де Telegram-да қолдансақ болады. Ал подбренд аксессуарларға келсек, олар негізінде жыл 12 айды таңдамайды, әрбір жыл мезгілінде өтеді, бірақ жаңа жыл келе жатыр, жаңа жылдың алдында осындай товарлар жақсы сұранысқа ие болады. Подбренд товарлардың ішінен де ең жақсы марканың товарларын түртіп таңдап алу керек. Қазіргі таңда көбінесе осындай парный кольцолар, браслеттер хит болуда. Яғни сіз сонда бір ғана товарды емес, бірден 2 товарды сата аласыз. Сонымен қатар осындай упаковкамен де товарлар жақсы өтеді. Негізінде біз адамдарға товарды емес, оған беретін эмоцияны сатамыз. Соған байланысты оның упаковкасы қаншалықты әдемі, соған байланысты товардың бағасы да жоғары бола алады. Төртінші бизнес идея бізде ақылды дом. Ақылды дом деп отырғанымыз, қазіргі таңда байқасаңыздар, адамдар өзінің өмірін жеңілдетуге тырысады. Соған байланысты үйінде сондай товарларға толтыруда. Ал мұндай товарлардың отаны Қытай, яғни Қытайдан кез келген үйіңізді ақылды ететін, яғни умный дом жасайтын товарларға заказ бере аласыздар. Бұл товарларды қалай продажаға шығарамыз? Көбінесе распаковка стиліндегі видеолар тез редко шығады. Яғни сіздер распаковка есебінде до-после видеолар түсіру арқылы видеолар жасап, әртүрлі товарларды продажаға шығара аласыздар. Мысалға, осындай товарлар жақсы сұранысқа ие. Мұндай товарларды тек қана онлайн магазинде, офлайн магазинде емес, әртүрлі маркетплейста ешқандай сертификатсыз қолдануға болады. Бесінші бизнес идея бізде маркетплейстар. Маркетплейстар ешқашанда бизнес түріне қалмайды. Себебі қазіргі таңда обороты жоғары ол онлайн продажа түрі, яғни маркетплейсті сату. Егер де сіздің онлайн магазин жүргізуге, немесе товарларды арендаға беріп жүруге, немесе офлайн магазинде отыруға уақытыңыз жоқ болса, онда сізге нағыз керек нәрсе ол маркетплейс. Маркетплейста сіз товарларға алдын ала анализ жасап, товарларды продажаға шығарасыз. Заказ түскен кезде оны өзінің складына жеткізіп отырасыз. Яғни ол жерде адаммен прямой контакт болмайды, тек қана онлайн түрде жүзеге асады. Егер де күнделікті жұмыста болсаңыз, мүлде уақытыңыз жоқ болса, сізге ұсынылатын бизнес түрі ол маркетплейстар. Қазақстанда номер 1 маркетплейс ол бізде Каспий магазин. Каспий магазинге қазіргі таңда тіркелу тегін түрде жүргізіледі. Сол үшін де қазірден қалмай осы Каспий магазинге тіркеліп, өзіңіздің товарларыңызды продажаға шығара аласыз. Ал келесі видеода Каспий магазинге салынатын 5 топ нишаны айтып талқыласақ қалай қарайсыздар. Егер де қызықтырып жатса, комментарийға осы бойынша жазуды ұмытпаңыздар. Топ бизнес идеяны айтып шықтық. Негізінде әрбір бизнесті жасау барысында бізге көмектесетін құрал ол Reels, TikTok арқылы сатылым.
Қазіргі таңда бірінші осы бизнес идеяларға анализ жасап, өзіңізге ұнаған тұстарын сызып алыңыз. Ал келесі видеоларда Reels TikTok арқылы қалай сатылым жасау керектігі туралы айтатын боламын. Егер де сайттар мен бизнес туралы сізді қызықтыратын болса, Instagram парақшамда көптеген ақпараттар бар, тіркелуді ұмытпаңыз. Және де каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз.